Қымбатты көрермен, заман жаңарып, техника дамыған сайын тілдік қорымызға жаңа сөздер келіп қосылуда. Бұл заңды құбылыс. Әйтсе де біреудің қаңсығын таңсық қылатын уақыт өткен сияқты. Бүгінде көнегөз қарияларымыз болмаса, көнерген сөздерді ескінің естелігінен ғана табатын болдық. Тіпті кейбір сөздерді жастардың жадында сақтамақ түгілі айтып түсіндіре алмайтын жағдайдамыз. Есті сөздің естен шығып, көнерген сөздің көмескіде қалуына не себеп? Салмақты сауалға жан-жақты жауап болсын деп, осы тақырыпты тілге тиек еттік. Сіз де ой түйе отырыңыз. Күнделікті қарым-қатынаста жиі қолданылмайды, бірақ тілдік сөздік қорында сақталған көпшілікке түсінікті сөздерді көнерген сөз деп атайды. Қазақ тіліндегі сөздердің көнеру дәрежесі үш түрлі. Біріншісі, әбден ұмытылып, қолданыстан бір жола шыққан көнерген сөздер. Мысалы, кірекейді атпа, қонжық жетім қалады. Мұндағы кірекей сөзі аюдың ұрғашысы деген мағына берген. Екінші, түбір қалпында жеке айтылмайтын, бірақ белгілі бір туынды сөздердің түбірінде сақталған көнерген сөздер. Мысалы, дардай, дар, алпамсадай, алпамыс, абажадай, абажа, добалдай, добал. Үшінші, жеке сөз ретінде қолданыстан шығып қалғанымен, мақал мәтел мен фразологиялық тіркестердің құрамында әлі де қолданыла беретін көнерген сөздер. Мысалы, ұрым мен қырым, алыс, сауға, араша, азарда безер болу, өтіну, жалыну, түлен түртті, азғыру, адасу. Ал тіл мамандары бұл сөздердің жетімсіреп қалуына, қоғамның жаңа сипатқа ену емес, өзіміз себепші болып отырмыз дейді. Еш уақытта тіл көнермейді. Еш уақытта тіл өзінің қасиетін жоймайды. Оны жағы қолданбайтын, біз жағы ескермейтін біз өзіміз кінәліміз. Қазақтың классик ақындарының, әлемге әйгілі қазақтың даңқты жазушыларының шығармаларын оқымағандықтан кейін қазіргі сөйлеу тілімізде, біздің жазу мәдениетімізде олар аз қолданылады. Қазақ тіліндегі көнерген сөздердің мәселесі жайында ғалымдар Ғабдулла Қалиев пен Әсет Болғанбаевтың қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразологиясы және Рабиға Сыздықованың сөздер сөйлейді сынды тағы басқа ғалымдардың еңбектерінде жан-жақты айтылған. Ендігі жерде бұл сөздер тек кітап беттерінде ғана қалмай, қайта жанданып қолданысқа ену үшін не істеу керек? Әңгімешілдік қасиет керек. Мәселен, Ыбырай Алтынсарин тек қана мектепте ғана емес. Сол мектептен тыс уақытта ауыл адамдарына, ел адамдарына, білім ғылымға ынтызар адамдарға сол бүкіл жаратылыстану ғылымдарын бәрін әңгімелеп берген. Әуелі сол айтушы өзі түсіну керек, өзі ұғыну керек, миында санасында қорыту керек. Сонан кейін жағы жігермен, біліммен, шебер тілмен, ойменен жағы халықты тәрбиелеу керек. Иә, сөздер ескірмейді, тек атау өзгеріп, мағынасы ұқсас, балама нұсқасы пайда болады. Тарихсыз болашақ болмайтынын ескерсек, белгілі бір дәуірдің, кезеңнің тілдік көрсеткіші бола білген сөздерді ұмытпаған абзал. Тіліміз де, тұрмысымыз да бай болсын.